Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін осындай таңқурайдан, малинадан өте дәмді қайнатылмайтын тосапты дайындаймыз, варенье дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен осы малиналарымызды, таңқурайымызды тазалап осылай раквинаға салып, өзіме ыңғайлы болу үшін дәл осылай етіп тазалап жуып аламыз. Тазалап жуып, таңқурайдың сыртында жапырақтары болса, міндетті түрде барлық жапырақтарын алып тастап, тазалап жуып, өзіме ыңғайлы болу үшін дәл осындай сүзгіге салып жуып, осындай үлкен табағымызға салып дайындап аламыз. Қайнатылған таңқурайдан қайнатылмаған таңқурайдың ерекшеліктері өте көп. Қайнатылғаннан кейін өте дәмі қайнағанмен шығып кетеді, ал қайнатылмаған тосап өте дәмді болып шығады. Әрі қыстың күні тұмаумен ауырған кезде шайға қосып араластырып ішсеңіздер, тұмау ауруына өте пайдалы. Енді осы таңқурайымыздың үстінен қантымызды салып, дәл осындай блендердің көмегімен араластырып аламыз. Мына жерде менде таңқурай 10 килограмм таңқурай, үстінен бірде бір қылып салу керек. Мен 8 килограмм салдым. Өйткені 10 килограмм өте тәтті болып кетеді. Сондықтан да осылай қатты тәтті қылмай 8 килограмм қантымды салып, осылай блендердің көмегімен жақсылап езіп алдым. Қатты езудің қажеті жоқ, жай ғана езіп, қантты араластыратын уақыт болса болды. Дәл осылай болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Дәл осы шыққаннан кейін баклажка немесе арнайы құтыларға қойып, мұздатқышқа салып қойсаңыздар өте дәмді. Әрі мұздатқыштан алғаннан кейін де өзінің свежий дәмін, өзінің свежилығын өте сақтайды. Қалаған уақытта қыстың күні алып шайларыңызға қосып жей берсеңіздер болады. Әлі тұмау ауруына өте пайдасы зор. Міне біздің таңқурайдан тосабымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай жасап қойсаңыздар болады. Өйткені қайнатылмай жасаған таңқурайдың дәмі өте ерекше болады. Пайдасы зор болады. Мұздатқышқа салып қойсаңыздар, бір уақытта осылай тұра береді. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде YouTube арнама тіркеліп, комментария жазып, лайк баса кетіңіздер. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Менің каналыма кірсеңіздер, бұдан да басқа көп тағамдардың, тәттілердің рецептері бар. Сіздермен болған мен Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.